Ya selam армысыздар қадірменді халқым, мынау алда келе жатқан алтын аналар желекті жеңгелеріміздің мерекесі құтты болсын деп, мынау мінекей өзіміздің мынау денсаулыққа өте пайдалы болған бұғы шыбық арағы және де бұғы мүйіз жапырақ арағы дейміз. Мынаның енді ішінде былай айтқанда 9-10 түрлі нәрсе қостым. Мынау аналар мерекеміздің келу байланысыменен бүгін мінекей өздеріңізге мына бір 20-30 бөтіл көні арнайы мына ашыған мына бұғы шыбығы бар. Мына түнді көрдіңіздер ма? Мына бите байландырып көрсетейін халқым. Мына жыныстың осының ішіндегі бар нәрселердің бәрі бар. Міне шыбық дегеніңіз міне түрі. Міне бұғының шыбығы. Осыны мен әзір құйып мына құмырама толтырып қоямын. Ал ондай болса қимыл баға 8 мартқа дейін осы аналарымыздың мерекесіне арнайы отырып барлықтарыңызға мынау 350 соммен сатылып жатқан мінекей ертеңнен бастап бір қимыл қылып берейін деп отырмын барлықтарыңызға. Қанеки ағайындар денсаулық зор байлық, ағаларымыздың денсаулығы үшін қана мынау жүрек немене бұдағы қайсы ауруға пайдасы бар дегенде бүйрек әлсіздік, бүйректен суық өткен ревматизм, тізесі қақсап сүйегі бостық болатын сондай суық өткенге өте пайдалы болған. Міне мынаның ішінде бар еді, және де жалғасы мына құйып қоямыз. Бұны таусылса мына жеріне келген кезде және де жалғасты үстіне ақ құйып және де бір жол тұтынсаңыздар болады. Бағасы мінекей өздеріңізге мына аналар мерекесі арқасында 300 сом деген ақшаға мен салып беремін. 300 сом деген 2-ақ күн қимылы. Мінекей бүгіннен бастап 2-ақ күн қимылымызға қағыс қалмаңыздар. Мынадан құйылады. Мінекей осыған құямын әзір. Сіздерге мен қысқа кескен жолдақ қоямын, көресіздер құйып жатқан жерін. 300 соммен мінекей 2 күн ғана 300 соммен сатылады. Әсілгі бағасы 350 сом мынаныкі. Қимыл мынау бағана бүйрек әлсіздік, төсек қатынас жақсы болмау, шыбығы қатаймау, бүйректен суық өту, ревматизм, қол-аяқ қақсап зарлау, үстігі жақсаңыздар да болады қол-аяқтарыңызға, белдеріңізге дегендей. 193 90 46 79 11 193 90 46 79 11 үнқат нөмірді қосыңыздар қалқым. Мінекей мынау баланқай ашыған арақ еді. Ал ондай сарғырты және де қосайық.